Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді, өте жұмсақ лимон қосылған печенье әзірлейтін боламыз. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан өте тамаша болып шығады. Иісі де, дәмі де өте керемет. Ең алдымен бөлме температурасындағы 2 жұмыртқаға 160 грамм қантымызды қосып миксерлейміз. Артынша бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз да ағарғанша жақсылап миксерлейтін боламыз. Осы массамызға лимон шырынын, артынан лимон қабығын қосып, ары қарай жақсылап араластырамыз. Лимон шырынын қосқан кезде массамызда бөліну процесі пайда болады, оған еш қорықпаймыз. Ары қарай 2 шай қасық ұн қопсытқышты, ванилинді қажетінше ұн қосатын боламыз. Бұл жерде маған 400 граммдай шамамен ұн қажет болды. Ұн қосып, қолымызға жабыспайтындай қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне 30 минуттай уақытымыз өтті. Енді қамырымызды жаңқақ тәрізді пішінде дөңгелетіп печенье жасаймыз. Бұл печеньемізді ең бірінші қантқа, одан кейін қант ұнтағына аунатып аламыз. Осындай кезекпен барлық печеньеларымызды пергаментке тізіп шығамыз. Барлығын жасап шыққаннан кейін печеньеларымызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің иісі мұрын жаратын өте дәмді, өте жұмсақ болып пісетін лимон қосылған печеньеміз дайын. Жасап көріңіздер. Ас болсын.